Бір күні Азамат әдеттегідей көгершіндерді тамақтандыруды шешті. Сол кезде кенеттен портал ашылып, ішінен тура өзі сияқты, бірақ жейде мен классикалық шалбар және былғары портфель киіп алған, көздері шаршаған баста Азамат шықты. Сәлеметсің бе жолдасым? Мен сендердің ғаламдарыңа бұрыннан ұмытылған бір тағамның дәмін тату үшін келдім. Сен кімсің? Мен сенмін, бірақ Қазақстан КСРО құрамында қалған параллель ғаламнанмын. Сенің неге мазаң болмай тұр? Түсінесің бе жолдасым? Мен өз еңбегіме адал жұмыскермін. Сталин 5 жылдықты озды бұйырғаннан кейін 4 жылда бірде-бір демалыс алған емеспін. Өйткені жоспар анық па, тез іске құруға бұйырды отан. 4 жыл? Ал жазда сен мүлдем демалмайсың ба? Біз жыл сайын шетелге, теңізге, тауларға, ормандарға, шөлдерге барамыз. Шетелде? Солай болады ма не? Біз максимум саяжайға барып келеміз. Негізі Сталин бізге КСРОның ең мықты держава екенін және ол әлемге көп пайда әкелетінін айтты. Әрине, өміріміздің соңына дейін жететін тегін анекдоттар сыйладыңдар. Не болса да, бір-біріміз үшін ағайындылар сияқтымыз. Әрине сондайсыңдар, бір кезекте тұрасыңдар ғой. Алақа, мен қант алдым. Мен қалай ұқыпты киінгенімді қарашы. Сен сияқты болып тұрған жоқпын. Тағы нең бар киетін? Бұл жалпы менің жалғыз киімім. Кеңес одағында бәрі қарапайым болған. Еш артық ақпаратсыз, еш әлеуметтік желілерсіз жүрдік. Адамдардың қарым-қатынастары шын өмірде құрылатын. Бірақ қазір біз әлемнің барлық ақпаратына қол жеткізе аламыз. Және біз әртүрлі елдердің адамдарымен еш шекарасыз сөйлесе аламыз. Бұл да өте құнды. Жарайды Азамат, үйге кірейік. Біз саған дастархан жайайық. Қарның ашқан шығар? Мен бүгін нан мен май жедім. Рахмет. Маған май туралы айтпа. Нағыз 5 бармақ жейсің. 5 бармақ, иә. Міне мен сол үшін сендерге келдім. Ет жемегелі қанша? Одақта ет асу ұлттың бірлігін жоюға тең. Біз тек борщты жейміз. Мүмкін мен осы ғаламда көпке қалармын.